Бұл мен үшін өте үлкен сумма. Мен оның көбін анама, әкеме беріп, ал қалғанын өзім кітаптарға, жаңа телефонға жұмсар едім. Менде $1 миллион болса, мен атама, достарыма, туыстарыма көп сыйлықтар алушы едім. Сыйлық алғанда қандай сыйлықтар аласың? Мысалы, ұялы телефон, қызға арналған заттар, сосын аналарға арналған заттар, гүлдер, соны алғым келеді. Ой, тамаша. Әкеме көйлек алғым келеді. Әкеңе көйлек әпересің? Дұрыс. Мен анаға шубаны әпердім, а әкеге бір там Rolls-Royce машина. Мықты. Мен жануарларға көмек бердім. Және ата-аналарға сыйлық. Қайырымдылыққа, сосын отбасыма берер едім, және шопингке барар едім. Шопингке барғанда не аласың? Дәмді тамақтарды және киімді. Мен осының жартысын қайырымдылыққа жіберер едім, және жартысына музыкалдық мектепті ашар едім. Музыкалық мектеп ашар едім. Мен ұшқым келеді. Ұшқың келеді. Қайда ашасың? Мен басқа қалаларға ұшамын. Мен адамдардың ойларын оқитын сүпір күшке ие болғым келеді. Невидимка болуға. Телепортироваться. Ой, бір жерден екінші жерге аласың, Иә. Күшті. Сонда қай жаққа барасың? Нұрсұлтанға. Гарри Поттер әлеміндегі волшебница сияқты болғым келеді, себебі олар әртүрлі заклинанияларды біледі, және олар солай әртүрлі күшке ие бола алады. Адамдардың ойын басқару күшіне, себебі саған барлығы бағынған кезде ол күшті. Дегеніңізді істетесің адамдарға.